Қазір жүрегі тоқтап қалыпты дегенді көп еститін болдық. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін жүрек сырқатынан зардап шегеді. Орда бұзар 30-ға жетпей сырқатқа шалдығып, артық қайғылы жағдайға апарып жатады. Соңғы жылдары жүрек ауруына шалдыққандар қатары көбейіп барады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистика мәліметіне сүйенсек, жыл сайын 18 миллионға жуық адам жүрек ауруынан қайтыс болады екен. Ертеректе бұл сырқат ересек адамдарға ғана кездессе, статистикалық мәліметтер дерттің жастар арасында да артып бара жатқанын байқатады. Жүректің ауруы қандай да бір сырқаттың асқынуынан немесе жүрек қан-тамыр жүйесі қызметі бұзылуымен зақымдануынан пайда болатын ауру. Жүректе ауру тудыратын биохимиялық процестер болып жатса да, жүрек ауруы көпке дейін сыр бермеуі мүмкін. Оның алғашқы белгісі деп кеудеде жайсыздық сезіліп, көкіректің орта тұсы қысылса айтуға болады. Сондай-ақ ауаның жетіспеушілігінен әлсіздік пайда болады. Кеуде мен асқазан тұсы шаншып ауырады. Кейбір адамдар оны іш құрылыстың ауырсынуымен шатастырып жатады. Егер денеден суық тер шығып, жүрек тұсы 10 минуттан 20 минутқа дейін ұзақтықта ауырса, бірден дәрігерге көрінген жөн. Құрметті көрермен, сіздермен бірге Шипагер арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Достарыңыз бен туыстарыңызға таратыңыз. Сіз үшін жай ғана нәрсе, біз үшін үлкен мотивация екенін ұмытпаңыз. Жүрек ауруынан хабар беретін 10 белгі. Жалпы адамның ағзасы көптеген үлкен мәселелердің алдын алу үшін кішігірім белгілер беріп отырады екен. Бастысы ол белгілерді назардан тыс қалдырмау керек. Әсіресе егде жастағы қарттар, сондай-ақ артық салмағы бар, қант диабеті және гипертониямен ауыратын немесе холестерині жоғары адамдар денсаулығына салғырт қарамаған жөн. Шыны керек, көбіне жүрек ауырып сыр бергенде мән бермей жатамыз. Кеуденің ауырсынуы. Мамандардың пікірінше кеуденің ауырсынуы ең көп тараған болып саналады. Оны нақты сипаттау мүмкін емес. Себебі кейбір адамдар кеуде тұсы аздап ауырса, басқаларында шымшу немесе жаншып ауыратын кездер болады. Егер мұндай сезімдер пайда болса, онда жүректің ультрадыбысын немесе кардиограмма жасату керек. Бірнеше минуттан астам уақытқа созылған қатты ауырсыну кезінде жедел жәрдем қызметіне жүгінген жөн. Тәбеттің жоғалуы, жүрек айну, асқазанның ауруы немесе ауырлық сезімі. Әрине, жүрекке ешқандай қатысы жоқ. Көптеген себептерге байланысты ас қорыту жұмысы бұзылуы мүмкін. Соның бірі ешқандай себепсіз жүрек айну немесе кеудедегі ыңғайсыздық белгілері байқалса, дәрігерге барған дұрыс. Себебі қан ағымының төмен болуы жүрек қызметінің нашарлығының белгісі. Тістердің немесе төменгі жақтың ауруы, тістегі кариес, иектің ауырсынуы, суық тигеннен мазалап ауырады. Алайда төменгі жақ пен тістердегі ауырсыну жүрек ауруының белгілері болып табылады. Ауыз қуысындағы бактерия қанға еніп, тамырларда қабыну тудыруы мүмкін. Бұл өз кезегінде жүрек ауруына әкеліп соғады. Ешқандай себепсіз тістеріңіз үнемі мазаласа, кардиологқа көрінген жөн. Қол мен аяқтың ауруы. Сол жақ иығыңыз немесе бірден екі қолыңызда ауырсыну байқалса, бұл жүректің ауруының айқын емес белгілерінің бірі. Егер жақын арада дененің бұл бөліктерінде соққы немесе зақым алмасаңыз, маманға көрінген абзал. Себебі аяқ артерияларының ауырсынуы перифериялық тамыр ауруының белгісі. Яғни аяқтың тамырларында проблема болса, жүректі тексеру керек. Тершеңдік. Денеде қанға адреналин жеткілікті мөлшермен жіберіп, жүрек соғуын тездетеді, ал тамырлар 3 есе күшпен жұмыс істейді. Осыған байланысты қатты терлеу басталуы мүмкін. Бұл өз алдына қорқынышты емес, бірақ онымен бірге айқын әлсіздікпен ауырсыну болса, дәрігерге көрінген дұрыс. Себепсіз терлеу жүрек ырғағының бұзылуы туралы сигнал. Шаршау. Бұл жалпы көп ауруларда кездесетін белгі. Шамадан тыс шаршау миокард жүрек ауруының белгісі болып саналады. Егер қимыл қозғалыс кезінде тез шаршасаңыз және бұл жағдай бірнеше күн бойы жалғасса, онда кардиологқа көрінген дұрыс. Себебі әлсіреген жүрек толық қан айналымын қамтамасыз ете алмайды. Нәтижесінде ағзада қоректік заттар мен оттегінің жетіспеушілігі сезіле бастайды. Естен тану немесе көздің қарауытуы, көру өткірлігінің төмендеуі,
түрлі себептерге байланысты болады. Жалпы себеп әдетте қан қысымының кенеттен төмендеуі, миға оттегінің жетіспеушілігіне әкеледі. Сондай-ақ естен тану және жүрек бұлшықетінің немесе жүрек клапандарының бұзылуы салдарынан болуы мүмкін. Қатты қорылдау. Кез келген адам ұйықтап жатып қорылдауы жиі кездесетін құбылыс. Қорылдау шынымен де адам денсаулығы үшін қауіпті, себебі қорылдаған кезде тыныс алу тоқтап қалуы мүмкін. Бұны медицинада апноэ деп атайды, яғни оттегі жетіспеушілігіне байланысты адам инфаркт пен инсульт сияқты ауруларға душар болады. Сондықтан қорылдауды жай ғана әдет деп қарамай, уақытылы қаралған дұрыс. Себепсіз ентігу. Тыныс алудың қиындауы қандағы оттегінің аз екендігінің алғашқы белгісі. Көбінесе физикалық белсенділік себеп болады. Оттегінің жетіспеушілігі қан айналымының нашарлауынан, өз кезегінде жүректің бұзылуынан туындауы мүмкін. Ұзақ уақытқа созылған жөтел. Көп жағдайда жөтел суық тигеннен пайда болады. Егер жөтел бірнеше апта ішінде басылмаса, дәрігерге көрінген жөн. Себебі ұзақ уақыт созылған жөтел аллергияны немесе бронхитті асқындыруы мүмкін. Алайда кей жағдайда бұл жүрек ауруының белгісі болып табылады. Жүрек жөтелінің белгісі ретінде қызғылт немесе ақшыл шырыштың бөлінуі болып табылады. Құрметті көрермен, ақпарат пайдалы болса арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіз.